Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. 5-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөйлеу мәдениеті. Ана тілім ардағым. Оқулықтағы 20-ші жаттығуға қараймыз. Ана тілі дегенді қалай түсінесің? дейтін сұраққа өздерің сияқты балалардың берген жауаптарын оқып көрейік. Сабыр. Менің ойымша, ана тілін білу адамның ең үлкен парызы. Себебі адам тілсіз ешкіммен араласа алмайды. Тіл болмаса олар бірін-бірі түсіне алмас еді. Ана тілі адамның бойына ана сүтімен бірге енеді. Аналарымыздың әлдилеген әні арқылы да тілді үйренеміз. Сондықтан оны ана тілі деп атаған. Өз анаң секілді тілді де құрметтеу керек деп ойлаймын. Күләш. Мен ана тілі дегенді анам сияқты бәрінен де қымбат, асыл дүние деп түсінемін. Себебі тілді білген, оны құрметтеген адамның барлық уақытта жолы ашық болады. Ерлан. Менің ана тілім қазақ тілі. Қазақ халқы өте батыр, жауынгер халық. Ата-бабаларымыз жаудан елі мен жерін қорғады. Қазақ елі өзінің тілі, қазақ тілі жойылмауы үшін күресті. Сондықтан тілді дұрыс түсініп, әр адам өз тілінде жақсы сөйлеу үшін кітапты көп оқуы керек. Сымбат. Біз туғаннан бастап анамыздың балапаным, боташым, айналайын деген сөздерін естіп келеміз. Сол үшін де ана тіліміз бәрінен де бұрын білетін тіліміз, алдымен үйренетін тіліміз. Сондықтан оны ана тілі деп атаған. Бұл балалардың өз ойлары. Сендерге қай жауап көбірек ұнады? Себебін айтып көріңдер. Сен де өз жауабыңды дәптерге жазбаша білдір. 21-ші жаттығуда оқы дейді. Ана тіліңді құрметте. Ана тіліңді құрметте дегенде өздерің өз ойларыңмен кішкене диалог жазып көріңдер. Бұл диалогта екі оқушы таласып қалды дейді. Біреуі бұл сөйлемді қабарлы десе, екіншісі лепті сөйлем дейді. Оқушылардың арасында қандай диалог болуы мүмкін? Кімдікі дұрыс деп ойлайсың? Қасыңдағы парталасыңмен диалогқа түс. Диалог дегеніміз айтып өткендей біз бұл диалог екі немесе бірнеше адамның бір-бірімен сөйлесу әрекеті. Міне осылай өз парталасыңмен диалог құрып, ана тіліңді құрметте деген тақырыпта және де бұл тапсырмаларды бағалаңдар. 22-ші жаттығуды дәптерімізге ұқыпты, көркем, әдемі етіп көшіріп жазамыз. Және де диалогты оқимыз. Өлең түріндегі жолдарды парталасымен рөлге бөліп оқып, басқа оқушылармен жарысқа түсіңдер. Және де қай жұп бұл диалогты мәнерлі оқыды, соны байқаңдар. Дәптерге көркем, ұқыпты етіп көшіріп жазамыз. Қырманнан дән арқалап келген тауық үйрекке айтты: жем шоқыңыз марқабат. Аш қалдық деп жаңа ғана қапыда ек, бауырым, саған жемің үшін рахмет. Міне, сен бұл диалогта мархабат және рахмет сөзімен таныстың. Диалогты дәптерімізге көркем етіп көшіріп жазып алайық. 3-ші жаттығуда балалар бізге келесі 16-шы бетті ашсақ, диаграмма берілген. Осы диаграммада қанша оқушының сөйлеу көрсеткіші берілген дейді. Және де дұрыс әсерлі сөйлеу үшін оларға қандай кеңес берер едің дейді. Бұл жерде бізде 8, 12, 5 деген мына диаграмманың көрсеткіштері көрсетіліп тұр. 8 жауап, яғни жинаған бала бұл тез және түсініксіз дейді. Орындады деген сөз тапсырманы. Ал 12 балл жинаған, яғни ұпай, ол әсерлі, түсінікті орындаған тапсырманы.
Ал 5 ұпай жинаған, оның ойы шашыраңқы және түсініксіз орындаған тапсырманы. 24-ші жаттығуға қараймыз. 24-ші жаттығуда бізге кесте берілген. Осы кестеде сұрақтарға жауап береміз. Иә, кейде, жоқ деген. Осы жауаптар арқылы біз сөйлеу, жауап беру арқылы дұрыс сөйлеуге ұмтыламыз. Мысалы, бірінші тапсырмада кестеге қарасандар, белгілі бір тақырыпта сөйлеу үшін алдын ала дайындық жұмысын жүргізесің бе деп сендерге сұрақ қойылып жатыр. Мысалы, белгілі бір тақырыпта сөйлеу үшін сен алдын ала дайындық жасайсың. Мысалы, иә десең, иә деген кестеге белгі қой. Кейде десең, соған, ал бірден сөйлеу үшін дайындалмайым десең, жоқ деген. Міне, өз жауабыңды иә, кейде, жоқ деген. Соған қайсысы жауабың дұрыс, соған белгі қойып кет. Мысалы, қосу белгісін бая, сол арқылы 7 сұраққа жауап беріп, өзіңнің ұпайлар саныңды санай аласың. Мысалы, мен бірінші тақырыпта, белгілі бір тақырыпта сөйлеу үшін алдын ала дайындық жұмысын жүргізем дегенге иә деп белгілейтін болсам, бұл жауапқа 2 ұпай екен. Ал кейде десең 1 ұпай, жоқ деген жауапқа 0 ұпай. Міне осы 7 тапсырманы орындау барысында өз ойыңмен тексеріп, қанша ұпай жинадың, соны тексеріп көр. Өз сөйлеу деңгейіңді өзің бағалап көр. Егер сен осы сөйлеуге дайындала отырып, деңгейіңді бағалаған кезде 10 мен 14 ұпайға дейін жинасаң, сен дұрыс әрі әсерлі сөйлей аласың деген. Ал егер 6-дан 9 ұпайға дейін жинасаң, сенің әлі сөйлеу деңгейің жеткілікті мөлшерде, дұрыс сөйлей алмайсың деген сөз. Ал 6-дан төмен ұпай жинасаң, сен дұрыс сөйлеуге ұмтылуың керек дейді. Мына осы кестені толтыру арқылы өз сөйлеу деңгейіңді бағалап көр.